Құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылар, мен Шарғабаев Қаржорғой ауданының тұрғыны. Бұл видео үндеуімді жариялау себебім 19 мамыр күні Атырау қаласындағы Томарлы елді мекеніне барып, бір танысымның өтінішімен зат алып кетуге барғам. Сол кезде барып тұрған кезде маған бір бейтаныс адамдар келіп, телефонымды қарауға, және құжаттарын қарауға талап етіп, менің қорқытты. Және де ол телефонын тартып алып, ішін бәрін ақтарып, документтерімді, құжаттарымды қарап, және тағы да 7-8 адам келіп, барлығы жабылып, менің құжатымның ішіндегі 2019 жылы Құлсары қаласы әкімі қызметінде жүргендегі визиткамды тауып алып, сол визитканы пайдалана отырып, мені видеоға түсіруді талап етті. Мен бұл видеоға, ол менің денсаулығым үшін, өмірім үшін, және де жанұямның амандығы үшін, мен ол видеоны қорыққаннан, және ұрғаннан мен түстім, айттым. Және де бұл мен қазіргі таңда Құлсары қаласы әкімі емеспін. 2019 жылы өз еркіммен жұмыстан кеткенмін. Және де бұл видеоны жіберуші азаматтарға, және маған мені ұрған адамдар, сабаған адамдарды мен аяқсыз қалдырмаймын. Және заң талаптарына сәйкес барлық жерге шағымданып, бұның ақ-қарасын айыратын боламын. Қазіргі таңда мен өзім денсаулығыма сәйкес емделіп жатырмын. Құрметті желі пайдаланушылар, бұл видеоны, алдыңғы шығарылған видеоны дұрыс түсінулеріңізді сұраймын. Бұл себебі менің өзімнің ойымнан емес, мені қорқытып, ұрып соғып, мені өлтірем деп, биттің басына барып көмем деп қорқытып, сойтып жаздырған видео екенін өздеріңізге де көріп отырсыздар. Бұл видеода менің түрімді көрдіңіздер. Аузым қанаған, басым ұйпа-типа, үстерімнің саутамдығы жоқ, барлық жерімнен ұрып, осындай жағдай болды. Сол жағдайды сіздерге айта отырып, мен өзімнің ешқандай ештеңеге қатысым жоқ екен, және бұл адамдардың маған өтірік жала жабу екен айтқым келеді. Әлеуметтік желі пайдаланушылар, осыны дұрыс түсінулеріңізді сұраймын.